Бұл оқиға жүрегіңізді тереңнен толқытады. Сізге жағымды тыңдау тілейміз. Алина мен Ләйла аралары 7 минут айырмашылықпен дүниеге келді. Бірақ әжесінің айтуынша, екеуі сол күннен бастап олар бір күнге де ажыраған емес. Ортақ қуыршақтары, ортақ құпиялары, тіпті ортақ жүректері болды. Олар біреуі қиналса, немесе ауырып қалса, екіншісі бірден сезетін сол ерекше байланысты осылай атайтын. Балалық шағында олар шатырда қиялдағы көрермендерге арнап шағын театр қойылымдар ұйымдастырды. Ең сүйікті ертегілері зұлым-мыстан уғам алынған алмалар мен бейкүнә қызды баяу улайтын сиқыршы мен ханшайым туралы хикая еді. Алина әрдайым ханшайымды ойнаса, Ләйла мыстан болатын. Екеуі құтқару сәтіне арналған сиқырларды жарыса ойлап табатын. Ол кезде бәрі ойын ғана еді. Мектепте олар жігіттерді сынап көріп, кездесулерде орын ауыстырып, кімнің оларды шынымен ажырата алатынын бақылайтын. Алина батыл әрі көңілді, ал Ләйла мұқият әрі байқағыш еді. Оның маған қалай қарағанын көрдің бе? Деп күлетін Алина, жоқ, ол маған қарады деп қарсы шығатын. Ләйла, сен менің көйлегімді киіп тұрдың ғой. Осылайша олар айнадағыдай бір-біріне ұқсас, ажырамас күйде өсті. Бірақ бәрі ана жағындағы туған нағашы апасының қонаққа шақырған кешінен кейін өзгерді. Ол бет сүйектері шығыңқы, құлағында інжу сырғасы бар, көзқарасы темірдей қатал, паң әйел еді. Қонақтарды фарфор жинағандай іріктейтін, тек таңдаулылар, тек мінсіздер. Арман да солардың бірі болатын, сымбатты, жыртқыштай өткір, жинақы. Оның жымиысы жылтыратылған пышақтай еді. Әпкелі сіңілілер, әрине, шыдай алмады, тағы бір сынақ. Әуелі Ләйла, кейін Алина, ал ол екеуіне бірдей қарап, Алина алға бастайтын, ал сіз, Ләйла, бақылап отыратын жансыз деді. Ол оларды бір сәтте ақ таныды. Алина күліп жіберді, ал Ләйла сол сәтте әпкесінің көзінен бұрын болмаған бір ұшқынды тәуекел мен құмарлықты байқады. Алина бірден ғашық болды. Бір жылдан кейін той өтті. Алина арманның жары атанды. Ол қала сыртындағы зәулім сарайға көшті. Биік терезелі, тап-таза еленді, үнсіздігі ауыр үйі. Алғашында бәрі кино секілді еді. Гүлдер, сапарлар, комплименттер. Бірақ бірте-бірте үйреншікті ұсақ түйектер жоғала бастады. Қоңыраулар, ортақ демалыстар, ақылдасу, сен енді есейдің, әпкеңнің жетегінде жүруді доғар дейтін арман. Тағы неге Ләйламен хат жазып отырсың? Ол сені артқа тартады. Алдымен Ләйла қарсы болды, кейін жалынды, ал соңында үнсіз қалды. Олар сирек кездесетін болды, мессенджерлер арқылы сөйлесіп, түнде хат алмасып. Түстерін, қорқыныштары мен қуаныштарын, тіпті рецепттерін бөлісетін. Ләйла әпкесін мазаламауға тырысса да, Алина мен бірдеңе дұрыс емес екенін анық сезді. Дыбыстық хабарламалардағы үні әлсіреп, жауаптары қысқа әрі үзік-үзік болды. Кейде Алина, кешір, кейін ол үйде деп жазатын, немесе бір аптаға мүлде жоғалып кететін. Ләйла бұдан әрі күте алмады. Сол ортақ жүрек ішкі түйсік дабыл қақты. Ақыры Алинадан жалғысың ба? Деген қысқа хабар келгенде, Ләйла бірден, иә, қазір барамын деп жауап берді. Хабар смартфон экранында пайда болды. 40 минуттан кейін Алина қалада еді. Ләйла шағын, жайлы 2 бөлмелі пәтерде тұратын. Ескі үй, қабырғалары жарылған түс қағаздар, ысқырығы жіңішке. Алина ішке кіріп, пальтосын шешті де диванға құлай кетті. Ләйла оған бір қарап-ақ бәрін түсінді. Алина бозарып жүдеп кеткен, көзі бос, бүкіл денесі қалтырап тұрды. Сіз апталап ұйықтамаған сияқтысың, деді Ләйла, Алина дара құшақтап. Шын мәнінде ұйықтамадым, Ләйла, өзімді жаман сезінемін.